кіріспе. Ғасырлар қойнауындағы дүбірлі оқиғаларға куә қарт тарихқа терең үңілсек, адамзат қауымының бағыты мен бағдарына жол сызған, күллі ғаламды күрт өзгеріске түсірген маңызды жағдаяттарды көреміз. Сол оқиғалардың ең бастысы ислам дінінің келуі және оның әлемге таралуы. Ислам дінінің келуі қарсаңында араб түбегіндегі қоғамдық тыныс-тіршілік жан түршігерлік еді. Зұлымдық атаулы етек жайып, ішімдік судай сапырылды. Құмар ойындарының неше түрі кең таралып, жезөкшелік үйреншікті кәсіпке айналды. Тайпалар арасындағы кек пен қан дауы ғасырлар бойы бір толастамай өсім қоғамға жабысқан дерт болды. Қысқасы, мейлінше рухани азғындаған адамзатқа жахилияның үкімі жүрді. Дәл осы тұстағы адам жанын түршіктіретін сұмдық отбасында қыз баланың дүниеге келуі, арсан алып, бейкүнә сәбилердің тірілей топыраққа көмілуі. Өкінішке орай, бұл да араб қоғамын іштен шірітті. Шімірікпестен адам қанын ағызуды әдетке айналдырған мейірімсіз қоғам исламның келуімен аз уақыт ішінде адамзат тарихында өркениет пен мәдениеттің ошағына айналды. Бір кездегі қаныпезерлікте алдына жан салмайтындар, құрт құмырсқаны өлтіріп алмау үшін әрбір қадамын аңдап басып, аяқтарына қоңырау тағып жүретін тақуа дәрежеге жетті. Адами қасиеттер аяққа тапталып, азғындық шегіне жеткен тұста пендешіліктің пердесін серпіп, күллі ғаламға мәдениет бастауын үйретуші қаһармандар пайда болды. Бұл заңды құбылыс. Себебі қараңғылық қапасында тұншыға бастаған ғалам рухани жұттан құтқаратын ғажап нұрға мұқтажды. Адамзаттың мейірімімен жаратқан ұлы жаратушы пенделерге жол көрсету үшін теңдессіз асыл тұлға, ғаламның рахым нұры Мұхаммед Мұстафаны саллаллаху алейхи уассалям қадірлі елші етіп жіберді. Ғаламның рахым нұры, сүйікті елші бұзылған елді жөнге салып, оларға өмірдің түп мәнін, мақсаты мен хикметін үйретті. Әлемдегі толған айдай толықсыған әсемдік пен жаратылыстағы таңғажайып құбылыстардың адам қолымен тұрғызылған салтанатты сарайдан сан есе көрікті де кең, осынау әлемді өрнектеген өнер иесі, шебер жаратушы бар екендігін ұқтыра білді. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям тек Аллахқа иман келтіріп, құдіретіне бас игенде ғана адамдардың қараңғылық шырмауынан құтылып, баянды бақытқа қол жеткізетінін айтты. Ол ұлы жаратушы есімін күллі әлемге паш етті. Азғындық пен әділетсіздік белең алып, адамдар шынайы жаратушысын ұмытып, қолдан жасалған сансыз меңіреу бұттарға табынып кеткенде, соңғы елші оларды құдіретті Аллаға иман келтіруге, таухид нұрымен сусындауға үндеді. Жүректе иман нұрының салтанат құрып, ислам дінінің төрткүл дүниенің төрт бұрышына таралуында Мұхаммед Мұстафадағы саллаллаху алейхи уассалям мойымас иман күшінің, қажымас қайратының, төзімділігі мен сабырының орны ерекше. Осы тұста ұлы жаратушының бұйрықтарын жүрегімен қабылдап, халықтың иманын құтқару жолында сүйікті елші Хазірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям еріп, қашанда қасынан табылған сенімді мұраттастары ақжал толқын ақсахабалар керуені тарих сахнасына шеру тартты. Ислам діні адамдардың жүрегінде ұлы төңкеріс жасады. Ақиқатқа көз жеткізген қарапайым адамдардың арасынан уақыт өте келе нағыз парасат пайымы жоғары, жалпы адамзатқа өнеге боларлық ислам қаһармандары шықты. Бұған сахабалар өмірі айқын дәлел. Аллахтың көмегімен сахабалар адамзат тарихында теңдесі жоқ төңкеріс жасады. Олар кейінгі ұрпаққа дұшпаны күйініп, досы сүйенетін өнеге, мәңгілік рухани мұра қалдырды. Мысалы, Хазірет Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарды танып, иман нәрімен сусындаған соң, ісі шынайылығымен астасқандықтан пайғамбарлардан кейінгі ең жоғарғы мәртебеге жетті. Саналы ғұмырын Алланың ақиқат жолында сарп етті. Ол мейірімділігі, қайырымдылығы, жомарттығы, шыншылдығы, ақыл парасаттылығымен ерекшеленді. Арыстандай айбармен айналасындағылардың мысын басып зәре құтын ұшыратын бір кездегі көзіне жас алмас қатал Омар радиаллаху анху
иман етіп, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам тәрбиесінен өткеннен кейін әділдігімен тарихта өшпес із қалдырды. Пайғамбарымыздың егер менен кейін пайғамбар келел болса, ол хатта бұлы Омар болар еді деген ілтипатын иеленген дара тұлғаға айналды. Ар-ұят пен биязылықтың төресі, аса жомарт, әдептіліктің ізгі үлгісі Хазірет Осман, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам тәрбиесімен бойындағы қасиеттерін кемелдендіре түссе, ғылымға терең құштарлығымен, тақуалығымен шоқтығы биік Хазіреті Әли тәрізді қаһармандар жетілді. Қарапайым сарбаз бола тұра, Алланың қылышы атағын иеленген Халид ибн Валид, ірі саяси тұлғаға айналған Амр ибн Ас, әу баста қатардағы бір құл болып өмірінің соңына дейін бас қолбасшы деген атаққа ие болған Зайд ибн Хариса және оның ұлы Усама, шопандықтан Иран билеушілігінен көтеріліп, атақ-даңқтың буына семірмей, көптің бірі ретінде қарапайым қоңырқай ғұмыр кешкен Сальмани әл-Фариси сияқты тұлғалар да пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам тәлім алып, тарих тұғырынан орын алды. Бұл еңбекте тарихи оқиғаларға терең бойлап жатпаймыз. Адамзат мәдениетінде үлкен төңкеріс жасаған сахабалардың өмірлеріне жеке-жеке тоқтала отырып, ислам дінінің адам өміріне қандай керемет өзгеріс енгізгендігін көрсетуді мақсат еттік. Алау Әділбаев, теология ғылымының докторы. Бірінші бөлім. Сахабалар жайлы жалпы мәлімет. Сахаба, мәні мен мағынасы. Сахаба арабшадағы көпше түрдегі есім сөз. Жекеше түрі сахаби. Сахаба етістігі серік, жолдас, дос болу және сұхбаттасу деген мағынаны білдіреді. Мейлі аз, мейлі көп болсын, сұхбаттасқан адамға осы есім беріледі. Терминдік мағынасына келсек, Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам көрген, аз уақыт болса да оның сұхбатын тыңдап, иман келтірген және дүниеден иманды болып өткен кісі сахабаға жатады. Сахабалардың мұхаджирлер және ансар деп аталуы. Мұхаджирлер. Пайғамбарымызға пайғамбарлық келгеннен кейін ең алғаш иман келтіріп, бүкіл қиындықтарға қарамастан Алла мен сүйікті Расулдың қауіпке толы жолында еш нәрседен тайынбаған жанкештілер. Ақиқат дінінің дәстүр талаптары бойынша өмір сүре білу үшін Меккенің алынуынан бұрын Меккеден Мәдинаға туған жер, бала-шаға, шаруа кәсіптерін Алла үшін таштап көшкен әзиз жандар. Олар исламның кең таралуы жолында үлкен қызмет атқарып, өшпес із қалдырған. Алланың разылығына және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүйіспеншілігіне ие болған ардақтылар. Мекке азат етілгеннен кейін хиджрет ету бір жолата тыйылса да, алғашқы мұхаджирлердің даңқымен мәртебесі мәңгі сақталып қалды. Мұхаджирлік дәреже ең жоғарғы дәрежелердің бірі болды. Құранда мұхаджирлер жайында былай делінеді. Сонда олардың раббылары тілектерін қабыл етті. Шын мәнінде, мен сендерден еркек әйел амал етушілердің амалдарын зая етпеймін. Және сондай босқындардың, мұхаджирлердің, жұрттарынан құрылғандардың және менің жолымда жапа шеккендердің, соғысқандардың, өлтірілгендердің жамандықтарын жасырамын. Сондай-ақ, бұл істерінің сыйы ретінде оларды астынан өзендер ағатын жәннаттарға кіргіземін. Әрине, сыйдың ең жақсысы Алланың қасында. Әли Имран сүресі 195 аят. Ансарлар. Ансардың сөздік мағынасы жәрдем ету. Терминдік мағынасы ислам дінінің дәстүрлеріне сай өмір сүріп, оны таратуға Меккеден Мәдинаға көшкен пайғамбарымыз бен мұхаджирлерді ыстық ықыласпен құшақ жайып, құрақ ұшып қарсы алған оларды өздерінің күйбең тіршіліктерінен де жоғары қойып, барын солармен бөлісіп, қолынан келген жәрдемдерін аямай, мұхаджирлермен бауыр болып, бауырлары үшін қилы-қилы қиындықтарға төзуге разышылығын білдірген сахабалар. Ансарлар өмірлерінің соңына дейін
ислам жолында қызмет етті. Солардың көмегінің арқасында мұхаджирлер мұқтаждықтың не екенін білмеді. Осындай иық селбесіп, бір-біріне жәрдемдесудің дәнекерлігімен Мәдинада ислам мемлекеті құрылып, аз уақыттың ішінде рухани һәм материалдық жағынан басқа мемлекеттерді басып озды. Ансардың жасаған жақсылықтары Құранда ерекше аталып, олар жайлы «Міне, нағыз құтылушылар осылар» делінген. Хашр сүресінің 9-шы аяты. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям ансардың дәрежесін бұлай бағалаған: «Хиджрет болмағанда мен ансардың қатарынан табылар едім. Барлық адамдар бір жолға, ал ансар басқа жолға түссе, мен ансардың жолымен жүрер едім. Аллахым, ансарды балалары мен ұрпақтарында қорғай көр». Мұхаджирлердің жаппай қоныс аударып, оларға ансардың жәрдем етіп қолдауының нәтижесінде Алла Расулы да Мәдинаға көшті. Осылайша Мәдина ислам дінінің орталығына айналды. Ислам шуағын тарату орталығы болған бұл қала Мәдина Мунауара, нұрлы қала деп аталды. Суффа сахабалары. Пайғамбарымыз Мәдинада салдырған мешіттің бір бұрышына құрма ағаштарынан көлеңкелік баспана жасатты. Көлеңкелікке арабшада суффа делініп, ол жерде тұрғандар асхабы суффа деп аталды. Суффа сахабалары туған туыс, жақындары мен дүние мүліктері жоқ кедей сахабалар болатын. Олар өз өмірін Құран үйреніп, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям тәлім алу жолына арнады. Олардың қажеттіліктерін пайғамбарымыздың өзі және дәулетті сахабалар қамтамасыз етті. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям ілімімен сусындаған бұл бақытты жандар аз уақыттың ішінде сахабалар арасында Құран, хадис және басқа да діни ілімдерді терең меңгеруімен жоғары құрметке ие болды. Олар күндіз ораза ұстап, түнде ғибадат етіп, дүниенің күйбең тіршілігінен бойларын алыс ұстап, алтын уақыттарын адамзаттың ардақтысынан саллаллаху алейхи уассалям естігендерін жаттап, кейінгілерге жеткізу жолында өткізді. Пайғамбарымыздың білім бұлағынан сусындаған бұл сахабалар жан-жаққа мұғалім етіп жіберілді. Олар исламның шынайы рухын басқа руларға, мемлекеттерге көркем түрде уағыздау арқылы жеткізді. Өмірлерін ақиқатты паш етуге арнаған ақиық сахабалар тек уағыздаумен ғана шектеліп қалған жоқ. Керекті кезінде қаруларын асынып, қасиетті соғыстарға да қатысты. Олардың арасынан ең көп хадис риуаят еткен Әбу Хурайра, сонымен қатар Бәра ибн Малик, Абдулла ибн Унайс сынды ғалым тақуа сахабалар шықты. Құран кәрімнің және хадис шәріптердің жатталып, мағыналарының кейінгілерге дұрыс жеткізілуінде бүкіл қиындықтарға төзе білген, білімге құштар, жанқияр суффа асхабы табандылықтарының орны ерекше. Сахабалардың дәрежелері. Аз уақыт болсын пайғамбарымызды көріп иман еткен адам сахаба деп аталған. Дегенмен, ислам дінінің кең тарап, қанат жаюы жолында танытқан ерен ерліктері мен жанқиярлығы жағынан дәрежелері әртүрлі сахабалар бар. Дін жолындағы бүкіл соғыстарға немесе кейбіреулеріне қатысулары, Алла Расулымен бірге мүшриктерден жапа шегіп, олардан азап көрулері, мал-мүлік, бала-шағалары мен үй-жайын тастап, басқа мемлекетке көшуге мәжбүр болуы, сол сияқты дін жолында шейіт болуы тұрғысынан алғанда, олардың арасындағы сахабалар дәрежелерінің әртүрлі болуы табиғилық. Сахабалардың арасындағы бұл дәреже айырмашылығын хадис ғалымы Хаким ән-Нисабури былайша көрсетеді. Бірінші. Хулафаур Рашидин, әділетті 4 халифа: Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли, және солармен бірге алғаш иман келтіргендер. Бұлардың ішінде көздерінің тірісінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба және олардан кейінгі 6 кісі. Екінші. Дәрул Аркам асхабы. Бұл Омар ибн Хаттабтан бұрын иман келтіріп, мұсылман болғандықтарын жасырын ұстап, Аркам ибн Әбул Аркамның үйіне жиналғандар. Үшінші. Мұсылман болғандықтары үшін Меккеде зорлық көріп,
лажсыз Эфиопияға хижрет жасағандар. 4. Бірінші ақаба сертіне қатысып, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көрген, иман келтірген және серт беріп қол алысқан ансардың алғашқылары. 5. Екінші ақаба сертінде пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам кездесіп, өмірінің соңдарына дейін оны қорғап қолдауға сөз берген мұсылмандар. Олардың көпшілігі ансар еді. 6. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға бармай тұрып, Құбаға келгенінде, оған саллаллаху алейхи уассалам келіп қосылған алғашқы мұхаджирлер. 7. Бәдір шайқасына қатысқандар. 8. Бәдір шайқасы мен Худайбия оқиғаларының тұсында хижрет жасағандар. 9. Ридуан сертіне қатысқандар. Худайбияда ағаштың астында пайғамбарымызға ант бергендер. Құранда олар жайлы: шынында Алла ағаш астында серт берген мүміндерге разы болды делінсе, пайғамбарымыз: сендер бүгін жер бетіндегі ең қайырлы жансыңдар деген. 10. Худайбия келісімі мен Меккенің алынуы арасындағы уақытта хижрет жасаған сахабалар. Бұлардың арасында Халид ибн Валид, Амр ибн Ас және Әбу Хурайра сияқты белгілі сахабалар бар. 11. Мекке алынған кезде және одан кейін мұсылман болғандар. 12. Пайғамбарымызды Меккенің алынуы кезінде және қоштасу қажылығында көрген жас балалар. Кейбір жау жағадан алған сын сағаттардағы тозаңның түйіршігіндей жауапты іс жайшылықтағы таудай істермен салыстырғанда маңызды әрі құнды. Бұл ақиқат жайлы Құранда былай делінеді: әрине, сіздердің араларыңызда Меккенің алынуынан бұрын Алла жолында мал-мүлкін жұмсап соғысқан адам мен басқалары тең болмайды. Олардың дәрежесі одан кейін мал-мүлкін жұмсап соғысқандардан үстем. Сондай-ақ Алла бәріне жақсылық уәде етті. Алла сіздердің істегендеріңізден толық хабардар. Хадид сүресі 10 аят. Бұл аятта көрсетілгендей, ислам діні жаңа дари бастаған алғашқы уақыттарда мұсылмандықты қабылдау өз еркіңмен басыңды қауіпке тігу, яғни сан түрлі қиыншылықтарға душар болу дегенді ұқтыратын. Бірде Әбу Бәкірдің радиаллаху анху, Әлиге радиаллаху анху айтқан мына сөздері сол күндердің қиыншылығын көз алдымызға елестеткендей. Ол күндері көңілді қайғы басып, көзге қан толып, кеудені кек кернейтін, ызаланы қылыш біленіп, жер беті қорқыныштан арылмайтын, өлімге нар тәуекелмен ғана күн кешетінбіз. Өйткені өзімізді қорғап, шыбын жанды аман алып жүру қиынның қиыны еді. Қабырғаңды қайыстырып, ауыртпалыққа көнбейінше ештеңені түзету мүмкін еместі. Міне, осындай қиын қыстау кезеңде әке-шеше, туған-туыс, барымыз бен жоғымызды, бүкіл дүниемізді шын разышылығымызбен қуана-қуана Алла Расулының жолында пида етуші едік. Сахабалардың жалпы саны. Пайғамбарымыз көз жұмған уақыттағы сахабалардың жалпы саны жайлы нақты мәлімет жоқ десек те, ислам тарихына байланысты жазылған классикалық кейбір еңбектерде 100 000 сахабаның болғандығы айтылған. Мысалы, қоштасу қажылығына 40 000, Тәбук жорығына 70 000 сахабаның қатысқандығы жайлы ислам тарихына байланысты шығармаларда мәліметтер бар. Имам Шафиғи пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көріп, одан хадис риуаят еткен сахаба санының 60 000 болғандығын айтады. Меккені алғанға дейін қайтыс болған сахабалардан өзге, Меккенің алынуы кезінде сахабалар алыс жақтарға тарап кеткендіктен, олардың есімдерінің көбі кейінгі ұрпаққа жетпеген. Сахаба есімдерін шығармасында ең көп көрсеткен ғалым Ибн Хаджар. Ол Исаба атты еңбегінде 11783 сахабаның атын атайды. Құран кәрімдегі сахабалар жайлы аяттар. Сахабалардың ерліктері, табандылықтары мен шынайылықтарын мадақтап, дәрежелерінің қаншалықты жоғары екендігін кейінгі ұрпаққа білдіру үшін Алла Тағала Құран кәрімнің көптеген аяттарында сахабалар туралы баяндаған. Олар ең қайырлы үмбет.
Бұл жайлы Әли Имран сүресінің 110 аятында «Сендер елді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю үшін шығарылған қайырлы үмбетсіңдер» делінген. Сахабалар жайлы Тәурат пен Інжілде де оларды сипаттап мадақтаған аяттар бар. Ол жайлы Құранда Мұхаммед Алланың елшісі. Онымен бірге болғандар кәпірлерге өте қатал, ал өз араларында тым мейірімді. Сен оларды рукухта, сәждеде көресің. Олар Алладан мәрхәмет пен разышылық тілейді. Жүздерінде сәжденің іздері бар. Олардың Тәураттағы сипаттары осы. Інжілдегі сипаттары болса, бұл бас жарып, сосын бара-бара күшейген, жуандап өз сабағында тік тұрған масаққа ұқсайды. Бұл егіншілерді таң қалдырып, кәпірлерді ызаландырады. Олардың ішінен иман етіп, ізгі істер істегендерге Алла кешірім мен үлкен сыйлық беруді уәде етті. Фәтх сүресінің 29 аяты. Иман келтіріп хиджрет жасағандар, Алла жолында соғысқандар. Оларды үйінде қонақ еткендер, оларға көмектескендер. Міне, бұлар нағыз иман еткендер. Оларға жарылқау мен қымбатты рызық бар. Әнфәл сүресінің 74 аяты. Алла тағаланың олардан разы болғандығы жайлы мына аяттарда былайша баяндалады. Мұхаджир, ансарлардан алғашқы иман келтіргендер және жақсылықта соларға ергендерге Алла разы. Олар да Аллаға разы болды. Алла олар үшін мәңгі тұрақтайтын, астарынан өзендер ағатын жәннаттар дайындады. Міне, нағыз үлкен бақыт, үлкен жетістік осы. Тәубе сүресінің 100 аяты. Бұл жердегі мұхаджирлер мен ансар Алланы разы етерлік қандай әрекет жасаған еді? Әуелі, мұхаджирлер үй-жай, бала-шаға мен бүкіл Меккедегі байлықтары мен сауда істерін Алланың діні үшін тәрк етіп, Мәдинаға көшті. Ал ансарлар оларды құшақ жая қарсы алып, барын солармен бөлісіп, құтты қонақ етті. Мысалы, Меккеден келген Абдурахман ибн Ауфпен бауырластырылған Сағд ибн Раби бауырына үйінің есігін айқара ашып, бүкіл нәрсесін тең бөліп беруге ризалық білдірді. Алайда Меккеде саудаға машықтанған дәулетті сахаба Абдурахман ибн Ауф оларға рахметін жаудырып, оларға масыл болмау үшін базардың жолын көрсет деп, арқанын асынған күйі жүк тасып, күн көруге шыққан еді. Осылайша сахабалар шынайы бауырластықтың үлгісін көрсетті. Дәуістен көшіп келіп мұсылмандықта қабылдаған Алла Расулының хадистерін кейінгі ұрпаққа жеткізуді мұрат еткен Әбу Хурайра радиаллаху анху күндіз ораза ұстап, түнде намаз оқып, таң атқаннан қас қарайғанша аш сүретін. Мұндай күндері тіпті жиі болатын. Бірде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәсәлләм келіп, бірнеше күннен бері аш құрсақ жүргенін айтады. Осы тұста өзінің ең жақсы көретін құрма бағын Алла жолында бағыштаған Әбу Талха келіп, үйінде бойға қуат боларлықтай азық болмаса да, Хазірет Әбу Хурайраны үйіне қонақ етті. Әбу Талха әйеліне, балаларды ертелі жатқыз, не бар болса бәрін дастарханға әкел, шамды білмеген болып өшіріп ал. Қараңғыда кімнің жегені, кімнің жемегені белгілі бола қоймас. Мен де қасығымды қолыма ұстап, астан жегендей болып отырайын. Әйтеуір қонағымызда аш түнетпейік дейді. Әйелі күйеуінің айтқанын орындап, ештеңеден хабарсыз Әбу Хурайра осылайша қарнын тойдырады. Ертесіне екеуі таң намазын оқуға мешітке барып, Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәлләм үйіп намаздарын оқиды. Намазды бітірген соң, пайғамбарымыз бұрылып, күлімсіреп, Алла тағала мына аятты түсіретіндей, бұл түнде не істедіңдер деп, төмендегі аятты оқиды. Бұлардан бұрын Мәдинаға қоныстанып, жүректерінде иман ұялатқандар қастарына көшіп келіп, қоныстанған дін бауырларын сүйеді. Оларға берілген нәрселерге көңілдерінде кірбің болмайды. Сондай-ақ өздері таршылықта бола тұра, оларды өздерінен артық көреді. Кімде-кім нәпсісінің қалауы мен құмартуларынан аса алса, солар нағыз құтылушылар. Олардан кейін келгендер, «Ей Раббымыз, бізді және бізден бұрын иман еткен бауырларымызды кешіре көр. Иман келтіргендерге жүрегімізде кек ұялатпа. Раббымыз, шүбәсіз сен тым жұмсақ, ерекше мейірімдісің» дейді.
Хашр сүресінің 9-10 аяттары. Міне, мұхаджирлер мен ансарлардың адамды тәнті қылып, өзгелерге үлгі боларлық шынайы достықтары. Сахабалардың батырлығы мен өжеттілігі жайлы оларға адамдар дұшпандарыңыз сіздерге қарсы қол жинады, қорқыңдар дегенде, бұл сөз керісінше олардың имандарын күшейте түсті де, Алла бізге жетіп асады, ол нендей жақсы дос деді. Әли Имран сүресінің 173 аяты. Бұл аяттар сахабаның Аллах тағаланың назарында қаншалықты құрметті екендігін көрсетумен қатар, кейінгі нәсілге солардың жолымен жүріп, исламның әмірлеріне сахабалар сияқты мойынсұнып, сол жолдың ыстығына күйіп, суығына тоңудың маңыздылығын көрсетеді. Сахабалар жайлы хадистер. Ислам дінін жаю үшін машақатқа толы қиын жолда өзіне серік болып, бүкіл тауқыметті арқалаған саңлақ сахабалар жайлы пайғамбарымыз Хазірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям хадистері көп. Қиыншылықтарға қарамастан, бұл жолда соңына дейін Алла Расулымен бірге болуға сөз беріп, уәделерінде тұрған адал достары жайлы Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям мақтан тұтар сөздері қалайша көп болмасын. Кішкене жақсылықтың өзін елеп ескеріп, жадынан еш шығармаған ардақты елшінің саллаллаху алейхи уассалям сын сағаттарда қасынан табылған сахабаларын ұмытуы мүмкін бе? Төмендегі хадистер осының нақты дәлелі. Менің сахабаларымды жамандап сөз айтпаңыздар. Егер сіздерден біріңіздің Ухуд тауындай алтыны болып, оны тұтастай Алла жолында бағыштаса, бұл олардың бір уыстық бағыштарына, тіпті оның жартысына да тең келмейді. Адамдардың ең жақсылары менің ғасырымда өмір сүргендер, содан кейін олардан кейін келгендер, содан кейін де олардан кейін келгендер. Сахабаларым көктегі жұлдыз сияқты, қайсысына ерсеңіздер де тура жолда табасыз. Әлемдерге рахым етіп жіберілген ақырғы пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям серік болған сахабалар өздерінен кейін келетін бүкіл ұрпақтар үшін үлгі өнеге. Шынайы ислам түсінігі мен өмір сүру дәстүрі сахабалардың кезінде айқын көрініс тапты. Хадисте айтылғандай, олардың өмірі кейінгі ұрпақ үшін қараңғы түнекте бағыт сілтейтін шамшырақ іспетті. Сахабалардың ислам тарихындағы орны. Сахабалар ғасыры ислам тарихында асрус сағадат, алтын ғасыр деп аталады. Себебі олар тек өздерінің ғана емес, барша ислам үмбетінің бақыты үшін жан аянбай күресті. Өмірде адамдар арасындағы қара халық пен басқарушылардың әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынаста өзі тоқ болып, көршісі аш жатқан бізден емес. Бір адамның көңілін қалдыру қағбаны жыққанмен тең, зіммеге зәбір көрсетсе, маған зәбір көрсеткендей. Алланың алдында бүкіл адамдар тең, яғни қоғамдық өмірдің барлық саласында исламның басты ұстанымдарын жасампаз дәстүрге айналдырған сахабалар тарихта теңдессіз із қалдырды. Әділетті 4 халифа дәуірінде қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман орнауы, Хазірет Омардың халифалығы тұсында халық тұрмысының көтеріліп, садақа берерлік адам қалмауы олардың ислам ұстанымдарын жетік меңгергендігінің айғағы. Сахабалар ел басқаруда мақтаныш емес, керісінше жауапкершілігі өте жоғары, міндеті тым ауыр іс деп қабылдады. Ақыретте сол жауапкершілігі үшін сұралатынын білгендіктен басшылыққа ұмтылмады. Айталық, Омар ибн Хаттаб өз баласын өзеннен кейін халифа етіп тағайындауға үзілді-кесілді қарсы шығып, бір үйден бір құрбандық жетердегі сөзіміздің дәлелі. Сахабалардың дәуірі жер бетінің рахман нұрына шомылған шағы. Алла тарапынан түсірілген ақиқаттарға куәлік етіп, жаратушының әмірлері мен тыйымдарын өмірмен үйлестіріп, өміршең дәстүрге айналдыру үшін әлемдерге рахым етіп жіберілген сүйікті елшінің саллаллаху алейхи уассалям ғұмыры олардың көз алдында өтіп жатты. Пайғамбарымыздың уахи түскен кездегі халі, Құран аяттарының түсу себептері, әрбір аяттың астарындағы жаратушының мұратын дұрыс түсіне білу, сондай-ақ пайғамбарымыздың жеке өмірі, құлшылығы, мінез құлқының көркемдігі,
Өмірінің бүкіл кезеңі сахабалардың көрсеткен қайратының арқасында кейінгі ұрпаққа мәңгілік мұра болып қалды. Олар пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам естіген, көргендерінің бәрін үмбетіне жеткізу үшін көп еңбек сіңірді. Сахабалардың арасындағы аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермес шешен, ділмәр кісілер де бар болатын. Осыған қарамастан, олар асыл сөздің зергері саллаллаху алейхи уассалам сөйлегенде зейін қойып тыңдап, айтқанына мойынсұнатындықтары соншалық, оның құзырында басымызға құс қонақтағандай аса сақтық танытып, әрбір сөзіне мұқият ден қоятынбыз дейді олар. Сахабалар рахман көкінен жауған мейірім нұрына шомылып, иләһи құдіреттің көз тоймас, ақылға сыймас хикметтерін жан тәнімен бойларына сіңіріп, кемеңгер тәрбиешінің саллаллаху алейхи уассалам өз қолында тәрбиеленді. Оған қоса, намазға шақыру үшін бір күні ұлы жаратушының жаршысы болған азанның илхам болуы, тағы бір күні ішкілік пен құмардың харам етілуі, басқа бір күні Алланың әмір тыйымдарының хикметтерінің түсіндірілуі мен үйретілуі олардың рухына қанат бітіріп, үнемі биіктерге шақыратын. Сахабалар өмірдегі түрлі жағдайларға байланысты түсірілген Құран аяттарына қашанда куә болғандықтан бұлқына бұға өзіп, буырқанған ғұмыр кешті. Сахабалардың көз алдында Алладан тікелей әмірлер алынып, оларды бойына сіңіріп, адамзатқа сол ақиқаттарды паш еткен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тұрды. Сахабалардың санасы мен жүрегіне иман нұрын себелеп, хақ жолын көрсетуші Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам көз алдында болуы олардың бойындағы құлшынысты үнемі жоғары деңгейде ұстады. Сахабаларға тән бұл өмірдегі ең ұлы арман Алланың разылығына ие болу. Олар өз өмірін Алланың разылығына қалай қол жеткіземіз деген асыл да асқақ мұраттың төңірегінде өрбітті. Бүкіл іс-әрекеттері, сұхбаттары, ниеттерінің бәрі осы мақсаттың төңірегінде тоғысты. Тіпті бір-біріне жолыққан кезде кел, отырып біраз иманымызды арттырайық дейтін. Адамның екі дүниеде де бақытты болуына мұрындық болу арқылы Алланың разышылығына кенелуге болатындығын пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам үйренген олар бүкіл өмірін жақсылық жолында қызу жарыспен өткізді. Сахаба үшін бұл дүниедегі бақыт ақыреттегі бақытқа жетудің баспалдағы ғаны. Олар бұл дүниенің бүкіл қызықшылығы мен өткінші ләззаттарына еш алданбады. Исламның кез келген мәселесін дүниенің ең үлкен пайдасына айырбастамай, түрлі қауіп-қатер мен қиыншылықтарға қарамастан, иман мен тура жолдан еш ауытқымаған сахабаның мәртебесі әрине аса жоғары. Бұл жайлы жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі Сайд ибн Зайд былай дейді. Бір адамның Расулуллахтан ғұмыр кешкен кезеңінде өмір сүріп, жихадқа қатысуы, сіздердің араларыңыздағы біреудің Нухтың алейхиссалам өміріндей ғұмыр кешіп, сол уақыт ішінде жасаған ізгі істерінің бәрінен жақсы. Өмір сүрудің күллі шарттары сіздің жолыңызды кесетін өткел бермес от дария болып тұрған кезінде ислам ақиқатына мойынсұнып, қатерге бас тігу, шынайылық пен төзімділікті қажет етеді. Әлі ислам дінінің келешегінің қандай боларына толық көз жеткізбестен бұл қатерлі жолға бас тігу адам ақылымен жасалынатын іс емес еді. Бірақ сахабалар алдарына әмин деп білген пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам көргендіктен, олар бұл тартпастан, бұра тартпастан, бұл жолдың тауқыметін арқалауға шынайы көңілдерімен көнді. Міне, сахабалар зор қиыншылықтарға қарамастан бүкіл тосқауыл мен бөгеттерді бұзып жарып шығуға ынта-шынтасымен кірісіп, өршелене тырысып алға ілгеріледі. Алла тағаланың өз дінін орта жолда қалдырмайтынына бар көңілімен сенген бұл жамағат табысқа жетті. Сахабаның табысқа жетуінің бір сыры турашылдық пен шынайылықта. Неге десеңіз, сахаба мұсылмандықты қабылдай салысымен дереу жамандықтан жақсылыққа ұмтылды, қараңғылықтан жарыққа талпынды. Қоғамның барша індетінен,
бойды аулақ салды. Исламның жүректегі төңкерісінен кейін алдамшы дүниеден мейлінше қашықтап, алдау, арбау секілді түрлі жамандықтардың қараңғылығына қайта оралмады. Осы тұста бір қынжылтатыны, ақиқат пен жалғанға қатар жүгінген қазіргі шақта көпшіліктің мұны жете түсіне бермейтіндігі. Жанқияр рухты асыл ерлер, саңлақ сахабалар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм адамзатқа ұсынған дәстүрін жүзеге асырудың әбден мүмкін екендігін дәлелдеп, нағыз үлгі-өнеге көрсетіле білді. Олар пайғамбарлардан кейінгі Алла тағалаға ең жақын адамдар. Өйткені оларды ең соңғы хақ пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсәлләм өзі тәрбиеледі. Рухын биіктетіп, жүректерін өмірдің кірбіңінен өзі тазартты. Алла тағала олардың баршасына разы болсын.